Қалайсыздар, халқым, қалдарыңыз қалай? Наконец-то табылды, яғни тұз бен май, шекер барлығы осы. Неден табылды. Жігіттер, барлығын мен деген дорожныйға салып кетсем, ал қалғандары шкафтың бір шетіне қып кеткен байды болмаса. Соны алғанда инеге сандыққа салған ғой. Қызы соның ішіне пакетке салып жүрген ғой. Сонымен таппай өзімен өзіне нерв болып бақырында күліп жүріп, сонымен қазір мен жұмыртқа дайындап қойдым. Енді завтраққа осыны жегіп алып, қамыр ашып жүріп, енді жаңадан кейін мына үйге үй шығарып жіберейін деген дұрыс деп ойладым. Всем доброе утро. Как ваши дела? Сегодня дел очень много, нужно все успеть. Сейчас быстренько позавтракаю, забегу на работу. Кстати, на работе очень много разных акций. Я вам чуть попозже расскажу подробно. Вот. Пойду. Всем хорошего дня. Бартаңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Өлем музыка қосып кеткен кетті. Просто маған кажется, Алла тағала бүйтіп айтты. Ей, семіріп кеттің. Шайып жүр. Күшті. Өлдім да, еще төбеге шығып келатсың ба? Бірақ тақансы араласпай кетпеймін деп айта алмаймын. Қаншама жылдан бері доспыз. Достардың арасында болады, ұрысып қалулар болады. Бір-бірін төбелесіп қалулар болады достардың арасында. Это нормально. Просто мені кішкене бір ренжіткен, ерланмен бірге тұрыспа дейді. Скоро бірге тұрамыз, бәріміз бұйыртса. Мені ренжіткен просто бір-екі нәрселер да. Так, в целом все хорошо. Вот қыздың әңгімесі үшін дейді. Қараңыздар достар. Сіздер неге мен сол нәрсеге кішкене ашуым келіп кетті. Барлықтары типа қыздың сөзіне сеніп кеттің, қыз үшін жыладың деп жатыр. Мен қай жерде қыздың сөзіне сеніп кеттім, мен қай жерде қыз үшін жыладым мен. Сіздер эфирде андай көретін жарыстар, толық көрген жарыстар, мен айттым. Екі жақтың да несіне андай тарапында андай сенікі дұрыс или оңғы дұрыс деген вообще ой жоқ менде.